Сәлем достар, бүгін сіздерге Python программасын Mac системада қалай қондыруды түсіндіретін боламын. Барлықтарыңыз осы видеомен бірге қайталасаңыздар болады. Бірінші Safari'ға кіреміз. Safari'да мына жерде поиск деген жерге Anaconda-ны жазамыз. Просто Anaconda деп жазып, Anaconda дегеніміз бұның ішінде именно Data Science-қа байланысты неше түрлі программалар уже орнатылынған. Енді осылай Anaconda деп іздесеңіздер, бірден free download. Мына жерде осындай сілтеме шығады. Арнайы официальный осы сайтқа кіргендеріңіз дұрыс, anaconda.com. Әрі қарай free download дегенді басасыздар. Мына жерде download деген батырманы басқан кезде, бұл жерде өзіңіздің ноутбугыңыздың Mac-тың системасына байланысты таңдайсыздар. Менікі M2, download for Mac M2. Енді кішкене күтеміз. Көшіріліп жатыр. Anaconda-ны көшіріп болдық. Осылай загрузкадан ашамыз. Разрешить. Продолжить. Принять. Әрі қарай установка 4 гигабайтты орын алады. Қазір маған орнатылды. Загрузка бітті. Do you wish to update now? No, remind me later. Обновлениені артқа қалдырайық. Біз қазір мінекей Jupyter ноутбук осы жерде өзінде дайын тұрады. Қазір сіздерге бұл жерде Jupyter ноутбук ашылды. Jupyter ноутбук жайында қысқаша айта кетейін. Бұл сіздердің ноутбуктың ішіндегі users папка. Users папкаға, например, Finder'ды осы жерде Command Shift H батырмасын басқан кезде, арна қайрат деген өзімнің папкама тап боламын. Тура осы папканы мына Jupyter ноутбук ашады осы жерден. Менде в основном Python скриптарды, документы, осының ішінде Python scripts деген папканың ішінде ашамын. Осы жерге, егерде жаңадан файл ашқыңыз келсе, Python файл ашу үшін new, одан кейін Python 3. Осылай ашамыз. Осы жерге кез келген өзіңіз қалаған кодты жазасыз. Мысалы, import pandas spd. Осыны жүргізу үшін run батырмасын басасыздар. Мінекей, яғни бірінші run бітті, бірінші ячейка. Екіншісінде жазған нәрсеміз, мысалы, print hello. Міне екінші кетті. Осылай сақтау үшін осыны басасыздар. Егерде тағы да астына осында ячейка қосқыңыз келсе, плюсты басасыз. Алып тастау үшін қайшы белгісін басасыз. Одан кейін бұл копировать ету үшін, мынаны копировать етіп астына вставить етсеңіз болады. Мынау үстіне астына жылжытатын батырма ауыстырады орындарымен. Және kernel-ді полностью өшіру үшін мына жерде kernel restart. Бұл kernel restart-ты бассаңыз, сіздің мына жерде оқылған осы уақытқа дейін рандардың барлығын өшіріп қайтадан бастайсыз. Егерде сізде кодыңызда қателік кетіп жатқан болса, сондай жағдайда kernel restart-ты қолданамыз. Мына жерде kernel restart. Бәрі қайттан басталады. 1, 2. Және бұл жерге мысалы жаңадан бір ыңғайлысы
мына жерде markdown жазуға болады. Яғни кодтың арасында егерде мысалы сіздің сөздеріңіз болса, осылай комментарий немесе главаға бөліп тастасаңыз болады кодыңызды. Негізі Юпитер ноутбукты көп data scientistер не үшін қолданады? Себебі бұл жерде ең біріншіден кодты бөліп жүргізуге болады. Екіншіден осындай командаларды жазуға болады. Осындай мысалы data preparation деген ашамыз бір папка. Сол жерге одан ары қарай тек қана предобработка данныхтың кодын ғана жазамыз. Одан кейінгі ашылатын predict, мысалы модельді predict жасаған кезде бірінші осылай глава ашып аламыз. Predict деген сол главаның ішіне кодты жазамыз. Читабельность ең бірінші, қараған кезде код түсінікті болады. Әрі қарай мына жерде мысалы heading жасауға болады, row жасауға болады, код просто жасауға болады. Осындай неше түрлі инструменттер бар Юпитер ноутбукта. Сондықтан да өте ыңғайлы, әсіресе Big Data, Data Scientist, Data Analyticтерге. Ендеше, бүгінгі сабақ осымен бітті. Питонды қалай орнатылуды түсіндіңіздер. Әрі қарай келесі сабақтарда питонмен жұмыс істеу туралы айтатын боламын. Сондықтан да осы каналдан ажырамаңыздар.